Сәлем баршаңызға. Менің атым Мұлжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай жүрек тоқып үйренеміз. Бұл өте оңай тоқылады, жылдам тоқылады. Әртүрлі қалыңдықтағы жіпте сол жіпке сәйкесінше крючокпен тоқимыз. Ал енді бастаймыз. Ол үшін біз жіпті аламыз, айналдырып алып келеміз. Астынан жіпті шығарамыз. Және осы жерден 3 воздушная петля тоқимыз. Келесіне бір накидпен тоқуды алдын үйренгенбіз. Бұл жолы 2 накид аламыз. Біреу, екі рет ораймыз крючокқа жіпті. Және мұны астынан былай алып келеміз. Осы жерде 2 жіптен 1 жіп шығарамыз. Екі жіптен 1 жіп. Және мынау ең соңғы 2 жіптен 1 жіп. Дәл осылай міне 2 накидпен келесі столбик тоқимыз. 2 жіптен 1 жіп. 2 жіптен 1 жіп. Мынау воздушная петля, мынау бір столбик, мынау екінші столбик. Енді осы жерге үшінші столбик с двойным накидом деген тоқимыз. Міне 2 жіпке 1 жіп. 2 жіпке 1 жіп. 2 жіпке 1 жіп. Үшеу тоқыдық. Енді воздушная петля. Енді бір накидпен тоқимыз. Бір накидпен 3 баған тоқимыз. 2 жіптен 1 жіп, 2 жіптен 1 накид. Екеуінен 1 жіп, екеуінен 1 жіп. Біреу екеу тоқылды, ал үшіншісі. Енді осы жерден бір воздушная петля тоқимыз. Осы жерден бір воздушная петля тоқимыз. Және мына кішкене өзімізге ыңғайлы болу үшін тартып алсақ болады. Осы жерден дәл осылай, бірақ керісінше бағытта. Бірінші столбик с одним накидом, сосын столбик с двойным накидом. Мына жерге бүйтіп тоқып шығамыз. Ал енді бастаймыз. Бір накидпен бірінші столбик. Екінші столбик. Үшіншісі. Енді 2 накидпен бірінші столбик. 2 жіптен 1 жіп. 2 жіптен 1 жіп. Екеуінен 1. Енді екінші столбик. 2 накидпен. Екеуінен 1. Екеуінен 1. Екеуінен 1. Енді үшінші столбик. 2 накидпен тоқимыз. Үшеуден тоқып болдық. Енді осы жерден 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Енді мына жерден мына жіпті тартамыз. Енді ортаңғы тесік арқылы мына жерге бір столбик без накида тоқимыз.
мына жерден жіпті кесіп тастаймыз. Мына жіпті тағы тартамыз. Мына екеуін былай байлап қойсақ болады. Сонымен біздің тоқыған жүрегіміз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер ұнап жатса лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Ал қазір пока-пока.